Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді етті бәліш жасайтын боламыз. Ең алдымен табамызға тұздалған жылы су құямыз. Және сұйық майды қосып, үстіне ұн салып жұмсақ қамыр егеміз. Сол аралықта жарты чайный ложка соданы қосып жібереміз. Енді қамыры қатты болып қалмас үшін ұнды біртіндеп салып отырамыз. Біздің қамырымыз дайын болып қалды. Енді оның бетін жарты сағатқа жауып қалдырамыз. Сол аралықта салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына пияз, картошка және асқабақ керек болады. Оларды жақсылап, ұсақтап турап аламыз. Бәрін турап болған соң бетіне қара бұрышты қосамыз. Және тартылған етті қосып, дәміне қарай тұз сеуіп, жақсылап араластырамыз. Енді қамырды екіге бөліп, оларды жаямыз. Осылай жайылған қамырдың бетіне салмасын көбірек қосамыз. Енді бетін екінші қамырмен жауып, дәл видеодағыдай шетінің бәрін өріп шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып аламыз. Енді бетіне осылай күнжіт сеуіп шығамыз. Және қамырдың ортасын кішкене тесіп қойғанымыз дұрыс. Сонда біздің пирогымыздың ішінің бәрі толығымен пісіп шығады.
Міне біздің етті бәлшіміз дайын, өте жұмсақ әрі дәмді болып шыққан. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Видео ұнап жатса лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.